үш нәрсе дінді бұзады дейді. Діндегі, діни саладағы жағдайды бұзатын үш нәрсе бар дейді. Біріншісі, зәлләту алимин, ғалым адамның қателігі. Ол кісінің қателігі артынан жамағат еріп отыр, артынан жастар еріп отыр. Сол кісінің бір қателігі сол кісілердің адасуына себеп болады дейді. Екіншісі, ваджидалун фил Құр'ани биғайри илмин, білімсіз Құранда талас жүргізу. Құран тақырыбында өзі түсінбейді. Көп адамдар мысалға Құранның тілін білмейді, Құранның құқықтық техникасын білмейді мысалға. Сол кезде білімсіз таласу Құранда, ол да көп жағдайда діннің ішінде проблемалардың туындауына себеп болады. Үшіншісі, ва аимматун мудиллун, адастырушы имамдар. Бұл жердегі имамдар деген сөз енді көсемдер деп те айта аламыз. Өкінішке орай біздің мына өзіңізді бірсыпыра мысал келтірдіңіз, осындай адастырушы көсемдеріміз көп. Бір, ол кісілер өзінің популярность дейді ғой, өзінің танымалдығын діни құзыретпен шатастырады. Ол спортсмен болуы мүмкін, атақты болуы мүмкін, артист болуы мүмкін, блогер болуы мүмкін, өте атақты болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде оның атақты болуы діни надандығын жаппайды.